Бірде қазақ батыры Жәнібек ағаш түбінде ұйықтап жатқан бір жігітті көреді. Киген киімі жұбыны болғанмен бет әлпеті келісті жігіт екен. Жәнібек найзасының ұшымен оның кеудесінен түртеді. Сол кезде күтпеген жерден орнынан атып тұрып, садағын ала сала Жәнібекке кезеген жігіт өзінің кеудесінен бұлай түртуге жол бермейтінін айтады. Мұны көрген Жәнібек батыр: «Сені алды жарқын болашақ күтіп тұрғанына сенімдімін» дейді. Оның айтқаны айдай келеді. Бірнеше жыл өткен соң сол Әбілқайырды кіші жүздің хан етіп сайлайды. Бұл қазақ тарихындағы үлгі аларлық оқиға болады. Біріншіден, ол тым жас еді. Әрі әулеттерінде бұрын соңды хан сайланған адам болмаған аса танымал емес рудан болатын. Әбілқайыр жаңа қазақ династиясының негізін қалаушы болады. Он видный полководец казахский, обладал. Әбілқайыр аса көрнекті қазақ қолбасшысы, көптеген көшпелі халықтармен шайқас кезінде тәжірибесі мол болған адам. Тағы бір қызықты жайт, кейбір дерек көздерінде бұрындары Әбілқайыр башқұрттардың ханы болып сайланған деген дерек келтіріледі. Мұнан басқа еділ қалмақтарына қызмет еткен делінеді. Мұны өзі сондай құрмет санапты. Бұл оған қалмақтармен де башқұрттармен де шайқасуына кедергі келтірмеген. Он в свое время был ханом еще в конце 17 века. Оның 17 ғасыр соңында хан болған белгілі. 1674 жылдың өзінде қарақалпақтардан алым салық өндіріп алып жүрген. Қазақстанға жақын маңда жүрген қарақалпақтармен, қалмақтармен үнемі соғысып жүріпті. Ол ұзын бойлы, түр тұлғасы келісті, қара күш иесі болуымен қатар жауынгер хан болыпты. Оның өміріндегі ең елеулі жетістігі Аңырақай шайқасында жеңіске жеткендігі. Қазақ халқының өміріндегі ең қиын кезеңдер жоңғарлар шапқыншылық еді. Олар көптеген жерді басып алып, мыңдаған адамдарды қырып тастайды. Ордабасыда 300-дің басы қосылған құрылтайда Әбілқайыр біріккен қазақ әскерлерінің бас қолбасшысы болып сайланады. Осының нәтижесінде жоңғарлар тасталқан болып жеңіледі. Кіші жүзден шыққан хан болғандықтан, оның 300-дің басы қосылған халық жасағын басқаруға хақысы жоқ еді. Алайда ол болашағынан зор үміт күттіретін жас хан болғандықтан, осы халық жасағын басқару оған сеніп тапсырылады. Ұлы Петр қырғыз қайсақ даласы бүкіл елдер мен жерлердің кілтін ашып кірер қақпасы деп айтқан екен. Алайда Петр Алексеевич түстіктегі Азияның қақпасын ашып үлгермеді. Оған жол бермеген дәл осы Әбілқайыр хан еді. Еділ қалмақтармен және арал башқұрттармен бейбіт өмір сүру үшін, ал жоңғар қонтайшыларынан кек алу үшін осылай ету керек еді дейді хан. Сол кезде оның өгей шешесімен бірінші әйелі жоңғарлардың қолында тұтқында болған екен. В своем письме он просил подданство Анны Иоанновны как союз. Жеке хатында ол одақтас ретінде осы бір одақтық қарым-қатынас рәсімдеуді қалаған адам ретінде көмек сұраған. Және өз одақтасы империя болады деп сенген. Ол Ресейдің көмегімен аға хан мәртебесіне ие боламын деп үміттенеді. Оған уәде берілгенімен бұл уәде орындалмаған күйі қалады. Әбілқайыр қыңыр мінезді, тәуелсіз адам болғандықтан көптеген кісілерге кедергі келтіреді. Оның басты қарсыласы Барақ сұлтан өзін хан тағынан үміткер санайды. 1748 жылдың жазында Әбілқайырдың шағын отряды сұлтан әскерлерімен қарсы кездеседі. Осы шайқаста кіші жүздің ханы оққа ұшады. Ол қасық қаны қалғанша шайқасып, сарбаз сықылды қолына қару ұстаған күйі өліп кетеді. Біртуар тұлғаның өз дәуірінің қайталанбас өкілінің бойында қолбасшыға тән дарын мен дипломатқа тән өнер болған. Ол ойына алған біраз нәрсені тындырып үлгерді. Осуществил свою мечту, так скажем. Ол өз арманын, ойындағысын жүзеге асыра алған адам, өз халқын, өз жүзін қауіпсіздіктен қамтамасыз еткен. Сондай-ақ қалмақтармен, ноғайлармен, башқұрттармен және қазақтың өзге де жүздерімен арада қалыптасқан көптеген күрделі мәселелерді шеше алған. Жарық дүние мәңгілік емес. Бұл дүниеден мен де өтермін. Тек тілейтінім, балаларыммен қырғыз қайсақ халқыма бір із қалдырып барамын. Солар мен қалдырған ізбен жүрсе деймін. Әбілқайыр хан.